Негізі біздің психикамыз үшін стабильность өте қатты маңызды. Кез келген істі қанша жерден сізді шаршатпайтын болса да, жалықтырмайтын болса да, аз-аздан және үздіксіз жасаған сізге өте қатты пайдалы. Себебі кез келген істі аз-аздан және үздіксіз жасау сізді тұрақтылыққа алып келеді, ал тұрақтылық бар жерде энергия көп кетпейді. Себебі тұрақты жасалынып жүрген істерді жасауға ми қиналмайды және ол үшін миға нагрузка түспейді, и сіз ол нәрсені ойланбай на автомате жасайсыз. Соның арқасында сіздің психикаңызда устойчивее болады. Тұрақты жасалған істермен сіздің күніңіз продуктивный өтеді, және де продуктивный өткені үшін сіз өзіңізге риза боласыз, және сіз өзіңізге риза болсаңыз, сіз басқаларға да риза боласыз. Және сіз өзіңізге риза болсаңыз, сіз эмоционалды түрде тоқ боласыз. Ал эмоционалды тоқтық ол зеркальце етіледі, яғни басқалардан да сізге отражаться етіледі. Тұрақтылықпен өткен күніңізге риза болсаңыз, сіз өзіңізге риза боласыз, өзіңізге риза болсаңыз, басқаларға риза боласыз. Ал бұның барлығы нені білдіреді білесіз бе? Аллах сізден риза.